Қайырлы күн оқушылар, қалайсыңдар? Бүгін сендермен біз 10 сұрақты талдайтын боламыз. Ол 10 сұрақта 7 класстың сұрақтарына байланысты қазіргі таңда көп оқушылар ОБТ тапсыруға кіріп, көбінесе ең соңғы рет енді олар этапына дайындалды ғой. И сонымен 10-11 класты последовательностьында оқып барды. 7 классы біразда ұмытып қалып, ұлттық бірыңғай тестілеуде қиналып жүрген сұрақтарды дәл қазір талдайтын боламыз. 10 сұрақты бізбен бірге болыңыздар. Біз онда бастаймыз. Бірінші сұрағымыз материк экожүйесі. Сіздерге мына жақта қазір или мына жаққа, немесе мына жаққа сұрақтар шығатын болады. Соны қарап отырсаңыздар болады. Біздің бірінші сұрағымызды бастаймыз. Материк экожүйесі қандай? А. Бізде арал, топарал, маржан рифтері. Б. Тау, жазық, шөл, көл. С. Қына. Д. Шөп қоректілер. Материк экожүйесі десе біз тау, жазық, шөл, көл деген жауапты белгілейміз. Бұл значит Б жауабы дұрыс деген сөз. Келесі екінші сұрағымыз, ең үлкен экожүйе қандай? А. Биосфера, Б. Гидросфера, С. литосфера, Д. Атмосфера. Ең үлкен экожүйе бұл биосфера болып табылады. Значит жауабы А. Тамырдың ішкі құрылысы қандай? Тамырдың ішкі құрылысы А. Тірек, өткізгіш, негізгі. Б. Камби, өзек, қыртыс. С. Бөліну, өсу, сору, өткізу. Д. Тамыр оймақшасы. Тамырдың ішкі құрылысы деген кезде сіздер мына Д жауабы деп қателеспеңіздер. Себебі тамыр оймақшасы әрине тамырдың бөлімдеріне кіреді, бірақ ол есептелмейді. Тамырдың ішкі құрылысы деп есептелмейді. Себебі тамыр оймақшасыдан кейін уже тамырдың ішкі құрылысы басталады. Сонымен бізде тамырдың ішкі құрылысы деген кезде бөліну, сору, өсу және өткізу деген жауапты, яғни С жауапты белгілейміз. Тарының атасы кім? Шығанақ Берсиев, Б. Ыбырай Жақаев, С. Каролиний, Д. Жан-Батист Ламарк. Тарының атасы бізде Берсиев. Шығанақ Берсиев. Тарының атасы Ыбырай Жақаев, күріштің атасы. Кеттік, бізде бесінші сұрағымыз жапырақ бөлінеді. Жапырақтың өзі қалай бөлінеді? Тақтасы, сағағы, негізі. Б жауабы бізде жай күрделі, сағақты, сағақсыз. С. Үш құлақты күрделі. Д бізде тақ қауырсынды. Жапырақтар бөлінеді бізде. Жапырақтар жай жапырақтар және күрделі жапырақтар. Сонысымен сағақты және сағақсыз деп бөлінеді. Значит, бізде жапырақтар бөлінеді деген кезде Б жауапты белгілейміз. Келесі бізде екінші слайдқа өтейік. Екінші слайдымыздың 6-шы сұрағы. Құрлықта өсетін өсімдіктерде тыныс алады. Құрлықта өсетін өсімдіктерде тыныс алады. Значит, құрлықта өсетін өсімдіктер немен тыныс алады деген сұрақ қой. Жапырақтың астында, үстінде орналасқан болады. Жапырақ тақтасының үстіңгі жағында орналасқан, ауа тамыры арқылы алады. Жапырақ тақтасының астында орналасқан. Құрлықта өсетін өсімдіктер тыныс алады. Бұл 6-шы сұрақты сіздер өздеріңіз табасыздар. Бұл жауаптың дұрыс нұсқасын комментарийге жазып кетіңіздер. Мен бұл сұрақты комментарийде кім дұрыс тапқан адамның комментарийіне лайк басатын боламын. Кеттік, 7-ші сұрағымызды қарастырайық. Бөліп шығару мүшелері. А жауабы бүйрек, ішек, жүрек. Уже қараңыздар, жүрек бөліп шығару мүшесіне кірмейді. Бұл жауапты алып тастаймыз. Келесі бүйрек, ішек, тері, өкпе. Бұл нұсқа келеді негізі. Тоқтап тұрамыз. Келесін оқиық. С. Тері, өкпе, қантамыр. Қантамыр бөліп шығару мүшесіне жатпайды. Значит, С жауабы да болмайды. Д жауапты көрейік. Самай, тері, өкпе. Жоқ. Значит, біздің жауабымыз Б болады. Бүйрек, ішек, тері, өкпе. Бұл бізде бөліп шығару мүшелеріне жатады. Сіздерде дұрыс тапты деген ойдамын. Кеттік, 8-ші сұрағымызды талдайық. Өсімдіктің қозғалу типтері. А. Таксист тропизм. Б. Настя нутация. С. Фототропизм, геолотропизм. Д. Таксист тропизм, Настя нутация. Значит, өсімдіктің қозғалу типінің 4 түрі бар. Значит, біздегі дұрыс жауабымыз таксист тропизм, Настя нутация. Яғни Д жауапты белгілейміз. Кеттік, 9-шы сұрағымыз қарапайымдылардың қозғалу мүшесі деп. Бұл жерде сіздер үшін қалай айтсам болады, сұрақ емес, сұрақ и жауап деп черныймен жазып кеттім. Қазір мына жақта слайдта көретін боласыздар. Жалған аяқтар қозғалады бізде амебамен, ал кірпікше қозғалады кебішемен.
Келесі 10-шы тағы да осындай бір андай қалай айтсам болады, анықтама сияқты жазып кеткенмін. Орталық жүйке жүйесі қатысында ағзаның тітіркендіргішке жауап реакциясы қалай аталады? Бұл бізде рефлекс деп аталады. Орталық жүйке жүйесіне байланысты сұрақтар. Кетті. Мінез бен құлықтың күрделірек формасы. Ол бізде инстинкт. Осымен біздің сұрақтарымыз және де анықтамаларымыз аяқталды. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Видео ұнаса біздің биобост каналымызға тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Оқушылар, сау болыңыздар.